Эволюция арқасында жануарлар көп қорғану түрін ойлап тапты. Біреулері қоршаған ортаға бейімделіп, ішінде жасырынса, басқалары өздерін жыртқыш ретінде көрсетеді. Ал үшіншілер болса, алдамшы түр алды. Мысалға, семіз лориді кім улы деп ойлайды, ал кішкентай қара аяқты мысықты ең қауіпті мысық екеніне сенесіз бе? Сыртқы келбет өте алдамшы. Кішкентай ғана, өте сүйкімді жануар адамға өте қауіпті болуы мүмкін. Мысықтар отбасынан шыққан кішкентай манул бір қарағанда өте қауіпсіз көрінеді. Бірақ бұл жануар өте жақсы тығылады және басқа жануардың көмегін қажет етпейді. Осындай өмірге үйренген жыртқыш өз қылықтарымен айқын көрсетеді. Манулдың жеріне кірсеңіз, оңайлықпен қаша алмайсыз. Себебі ол территориалды жануар және өте агрессивті. Оның азу тістері жай мысықтікінен қарағанда 3 есе ұзынырақ. Егер ол қоянды ұстай алса, қояннан 1-2 минутта ештеңе қылмайды. Ал адаммен өзіңіз де білесіз. Бал борсықтарының басты ерекшелігі олар ештеңеден қорықпайды. Бұл кішкентай жануар кез келген жыртқышқа қарсы тұра алады. Тіпті кобраны уы оған әсер етпейді. Ол удан тек ұйқысы келеді. Оған себеп оның өте қалың терісі. Ол теріні қасқыр, арыстан тістері де тесіп өте алмайды. Ал оның тістері болса, олардан қаттырақ және күштірек. Сол себептен ол өз жауларын бастарымен қоса жей алады. Қара аяқты мысық әлемдегі ең қауіпті мысық отбасынан шыққан жануар болып табылады. Оның салмағы небәрі 1,5 килограмм ғана. Соның өзінде ол өзінен 3-4 есе үлкен жануарларды аңдиды. Түні бойы тоқтаусыз қорек іздейді. Орташа есеппен айтқанда бір түнде 14 кішкентай жануарды аулай алады. Ақкөз кішкентай, бірақ өте агрессивті жануар. Бұл жануар адам мен табиғатқа кері ықпал келтіретін жануар болып табылады. Ақкөз суда жүзе алады, ағаштар арасында секіріп жүре алады, өте тез жүгіреді және 15 километрға дейін тоқтаусыз жүреді. Салмағы 70 грамм, бірақ аулайтыны бірнеше килограммға дейін барады. Ақкөз бір тістеп қоянды өлтіре алады. Ең қызығы, ол қарны аш болғаннан емес, іші пысқаннан аулайды. Өліктерді арнайы бір жерге жинайды, немесе жерге көміп тастап, керек кезде қазып алады. Шағыл мысығы шөлді мекендерде өмір сүреді. Ол жерлерде ауа температурасы 55 градусқа дейін, ал құм болса 80 градусқа дейін барады. Сондай ортаға бейімделіп, көзіне не түседі, соны қоректенеді. Тамақ іздеп жүргенде оның жылдамдығы 40 км/сағатқа дейін жетеді. Егер сондай жерде адам болса, тіпті қала өлгенін де білмес еді. 18 ғасырда қояндарды Австралияға әкелген болатын. Содан бері осы сүйкімді жануарлар адамдар үшін бас ауруы болды. Олар өте көп жеп, өте тез көбейеді. Содан көптеген жануарлар қоректене алмай жойылып кетті. Қояндар ағаш тамырларына дейін жеп, топырақ эрозиясына әкелген. Солай жерде ойыстар пайда болды, ал ойыстар кесірінен адамдардың егіні бұзылды. Семіз лори сияқты улы сүтқоректілер аз. Оның алдыңғы аяқтарындағы тырнақтарында уы бар. Қорғану немесе шабуыл кезінде ол тырнақтарын жалайды. Соның өзінде у өз күшін жоғалтпай, тістеріне сінеді. Ол одан тұншығу мен паралич болады. Ең қызығы, ол у адамға да әсер етеді. Итбалық тек балықтар мен кішкентай сүтқоректілер үшін ғана қауіпті емес. Адамға да өте үлкен қауіп көрсете алады. Шамамен ақпан соңы мен наурыз айының басында олар жағалауға балалармен шығады. Өз ұрпақтарын қорғаймыз деп, олар қауіпті болуы мүмкін дегендерге шабуыл жасайды. Солардың ішінде балықшылар мен жай қыдырып жүрген адамдарға да. Олар қызық үшін пингвиндер мен дельфиндерге шабуыл жасап, солармен қоректенеді. Көп адамдар жануарларды менсінбейді, және олар тек түрлеріне қарап олардың күштілігін айтады. Бірақ сырт келбет өте алдамшы. Абай болыңыздар.